Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға бүгін 22 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бүгін сіз жұмыстан бастап қарым-қатынасқа дейінгі барлық нәрсені жеңе аласыз. Жақсы музыка тыңдап шабыттан аласыз. Біреуді алдаймын деп кейін опық жеп өтірігіңіз шығып жүрмесін. Күтпеген жерден ойыңызға келген адамдардың ойынша сандырақ болып табылатын бүгінгі идеяңызды басқалар қолдайды. Сондықтан өзіңізге сенімді болыңыз. Бұл шынымен де іске асырылуы керек тамаша ой. Көп дүниеден бас тарта бермеңіз. Егер де біреу сізді азғыратын болса, азғындыққа жол бермеңіз. Себебі оның пайдасынан зияны басым. Асығыс тұжырымдар мен асығыс қадамдар жасамаңыз. Қоғамдық ойын-сауыққа барудың ең жақсы күні емес. Қазіргі уақыттағы маңызды мәселелерді шешуге және ақыл-ой әрекетіне қолайлы күн. Жылтыраған заттардың бәрі бірдей алтын емес екенін ұмытпаңыз. Сондықтан бар затқа құмарта бермеңіз. Ақыл-ойды басшылыққа ала отырып, өзіңіз білмейтін дүниеге кеңес бермеңіз. Әйтпесе адамдар сіз жайында басқаша түсініп қалуы мүмкін. Бүгін барлық жаңа нәрселерді танып білуге жақсы күн. Мысалы, ойын-сауық, саяхат, демалыс, жаңа таныстықтар мен білім алуға. Сондықтан бұл күнді қызықты өткізуге тырысыңыз. Ақылды және сенімді серіктестің қолдауына жүгінген болсаңыз, жаңа жобаларды бастау үшін жақсы уақыт. Уақытыңызды үнемді пайдалануды үйреніңіз. Қорытынды жасауға асықпаңыз. Ашық әңгіме болуы мүмкін. Қандай жағдай болса да сабырлы болыңыз. Ертегі әлемінде қалықтап жүре бермей, көзіңізді ашып ояныңыз. Өмірге реалистік көзқараспен қарау қажет. Саршаяндар үшін жақсы күн. Бәрі сағат тілімен тық-тық деп өз орнымен жүреді. Бүгін сіз біреудің арманына балта шауып алуыңыз мүмкін. Сондықтан өзіңізге қатысы жоқ дүниеге араласпағаныңыз жөн. Мергендер үшін тамаша күн. Бүгін ұйықтап жатқан ар-ожданыңызды оятуға тырысыңыз. Өз ашуыңызды орынсыз өзгеден аламын деп ұят жағдайға қалып қоймаңыз. Бүгін сіздер үшін қуаныштың көз жасы болады. Жақсы көретін жақындарыңызды қуантыңыз. Сонда олардың ыстық ықыласына бөленетін боласыз. Жұмыс істемей, өмірде жұмыстан да маңызы зор отбасыңыздың бар екендігін естен шығармаңыз. Бүгін сізге қастандық тілеп жүрген адамдарға тойтарыс беруден қорықпаңыз. Сәттілік сіздің жағыңызда. Сізді көре алмаушылар бәрібір сізге жете алмайды. Сондықтан өзіңізге сенімді болыңыз. Сіздің жаныңызда жүрген жанның мінезі өте қиын, бірақ ол сізді сүйеді. Сондықтан оған жүрегіңіздің кілтін беруден қорықпаңыз. Бүгінгі күн басқа жыныс өкілдерімен жанжалдасып қалуыңыз мүмкін. Жалпы жанжал бар жерден аулақ жүргеніңіз дұрыс. 22 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.